Ал уәде еткенімдей сіздерге наращиваниені көрсетейін деп жатырмын. Типсимен өте оңай әрі жылдам, тез новичоктарға изи кететін наращиваниенің түрі. Мына жерде мен сіздерге көрсетіп тұрмын. Указательный пальцындағы тырнағы сынып қалған, қалдыра салайық деп егеген едім. Чөпта ұзындығы қатты білінеді. Екіншісімен салыстырғанда, поэтому алып оны өсіретін болдық. Менде мынандай матовый квадратный формадағы бар. Өте жақсы качествода екен, өйткені толық матовый. И мынандай миндальный формадағысы бар. Ол уже бітіп қалғаннан кейін басқа түрін заказ берген болатынмын. Каспиден тура осы миндальныйдың астындағысын таңдап заказ беріп едім. Бірақ ол магазин сатылымнан шығып кеткен екен. И басқа магазиндерді таңдай салған едім. Мынандай түрі келіпті. Но ничего, бұл түрі де болады. Бұл түрінде көріп тұрғандарыңыздай типсы мен тырнақтың жабысатын жері ғана матовый да, қалған жері глянцевый. Мына жерде фотоның, то есть видеоның астында көрінбей қалыпты, таңдап не қылғаным. Барлық лампалар осылай ашылады, магнитикпен орнатылады. Бұл жерде бізге көмекшінің, клиенттің өзінің көмегі керек, қолымен ұстатып қоямыз. Сосын типсидің алдында айтпақшы аппарат сұрағандарға аппаратымды көрсете салайыншы деген бұл. Марафон чемпион деген аппарат. Міне осы болады. Видеода көп сұрайсыздар, қандай аппарат деп. Міне сол аппаратымды көрсете салайын деген. Лампаны да көріп тұрсыздар. Сан 5 мына жерде. Сонымен типсиді аламыз. Тырнақтың бетін обезжиривать етіп аламыз. Сосын типсиді қойып көреміз. Келеді ма, келмейді ма, жан-жағы толық жабылады ма, жабылмайды ма. Көзіміз жеткеннен кейін типсидің өзіне эластик, менде прозрачный база, рабер база, Новель фирмасының. Обязательно эластик алыңыздар. Маған бір құрбым кеңес беріп еді, сол эластикпен жақсы болады типси жабыстырған деп. Өте дұрыс айтыпты. Басқа базаларға қарағанда осы керемет сцепка болады екен тырнақпен типсидің искусственный екеуінің арасында. Поэтому осылай жағамыз. Мен видеодағыдай көрсетіп тұрғандағыдай типсидің өзіне болмаса тырнақтың бетіне жабыстырсаңыздар да болады. Сосын отступты көріп тұрсыздар. Қазір мен жақындатып көрсететін болам. Тырнақпен типсидің отступы примерно лункадан сәл төмен қарай. Лункаға жетпей істесеңіздер де болады. Міне бас бармақпен фиксировать етеміз и ұшына дейін базаны екеуінің арасында бір воздух қалмайтындай қылып істеп аламыз. Сосын клиентканың көмегімен лампаны үстіне жақындатамыз. Лампаның өзінің диоды болады. Датчигі, то есть сол датчигі жанады да бір 10 секунд кептіріп аласыздар. 10 секунд кептіргеннен кейін лампаны өзінің орнына орналастырып, клиентке салдырып қоямыз. Примерно 1 минут 60 секунд қой. Соны кептіріп аламыз. Кептіріп болғаннан кейін клиентқа қолын шығарады ғой. И керек длинаны өлшеп, артығын алып тастап, егеп, формасын қандай форма қалайды, сондай формаға келтіріп береміз. Или сынған тырнақ негізі қандай форма істеп жатыр едік, соны істеп береміз. Жасап теріңізге сала кетейін. Тағы да егер миндальный, овальный, балерина сияқты, стилет сияқты форма істейтін кезде обязательно пилканы тырнақтың астына кіргізіп егейміз. Екі жағынан сәл қисайтып кәдімгідей. Біліне бізде формамыз дайын болды. Бұдан кейін барлық қолына бірдей етіп укрепление, выравниваниесін жасаймыз да. Арғарай қандай цветті таңдады, сондай цветке бояймыз. Біздің жағдайда бұл қызыл цвет. Скоро 8 март. Бәрі дайындалып жатқан көрінеді. Біреу қызылды шешіп атыр, біреу қызылға келіп атыр, в общем. Менің де қолымды байқасаңыздар қызыл.